Ас болсын. Етті қайдан алдың? Сабыржан ағаң мал сойған екен, сол ет беріп жіберді. Ол намаз оқымайды. Значит, оның сойған малының еті харам. Не мынау? Не мынау? Мынау болмайды, мынау шир. Ойбай-ау, балам, мынаған табылып жатқан жоқпыз ғой. Шир бұл, болмайды, бұл шир. Балам, біз қонаққа кетіп бара жатырмыз. Есік жауып қал. Не мынау? Не жағып қойғансың басына? Не мынау, қорғай ма не? Мынау шир. Енді көз тимесін деп, адам назары осыған түседі. Сен менің айтқанымды тыңдамайсың. Еще намаз оқымайсың. Сен білесің бе намаз оқымайтындар кімдер дейтін? Кәпірлер дейді, кәпірлер. Кетір ана қайда жоқ жағы. Аслан? О, класстас. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсың? Алхамдулилля. Bir жаққа баршысың ба? Иә, сол шаруалар. Жүз жетпісің. Сен қашаннан бері көрген жоқпын, осы неше жыл болды? Анаң ба? Иә, анам ғой. Жайылып қойдың ба? Анамның разылығын алдым ба мен деп өз-өзіме есеп беруді ұмытпай шынып қойғам. Анам тірі болған кезде күнде аяғын жуушы еді. Өзіңде анаң қалай? Аман есен, бәрі жақсы ма? Аман. Субханалла, анам исламда болмаған соң анам деп айту қой оғам. Сен не етіп тұрсың? Намаз оқымайды. Ширковать етіп бесіктің басына үкі тағып қояды. Баланың маңдайына күйе жағады. Еще намаз оқымайтын кәфірлердің сойған малының етін жейді. Осыдан кейін қалай анаңды жақсы көресің? Аслан, сен не етіп тұрғанды білесің бе? Біріншіден, адам намаз оқымаса, ол кәфір болмайды. Егер адам Алланы да, оның сөздерінде жоққа шығарса ғана кәфір болады. Екіншіден, мал союшы адамның намаз оқуы шарт емес. Мал соярда тек бисмиллах деп айтуы шарт. Сосын үкі дейсің. Үкінің қауырсынына құрт құмырсқа, шыбын шіркей, жылан, қара құрт дегендер жоламайды. Есіктегі балаға солардың зияны тимеу үшін өтіп қояды. Солай ма? Әрине. Осының барлығын ата-бабамыз білген ғой. Сосын күйе жағу дейсің. Егер шариғатта күйе жағу ширк болатын болса, онда неге әйгілі сахабамыз Осман ибн Аффан кезінде кішкентай сүйкімді баланы көрген кезде мына балаға көз тимес үшін иегіне қарамен түртіп қойыңдар деген? Көрдің бе? Бұл жерде күйе жағу көзден қорғайды деген мағына шықпайды. Оның көзден қорғайтын күші де жоқ. Тек бұл жерде көздің назары сол қара күйеге түссін деген мақсатта ғана жағады. Әйтпесе барлығында қорғаушы Алла ғой. Сен бұның бәрін қайдан білесің? Болашақ мамандығым исламданушы. Оққанымыз бар. Сен осы анам намаз оқымайды, кәфір деп айтып жүргенің сау мısın? Аслан, Құранда ата-анана туф тиме деген аятты білесің бе? Сен бірінші дінді айтпас бұрын дінді көрсет, көркем мінезбен көрсет, сабырлықпен, жақсы амалдармен көрсет, жақсы сөздермен дұға ет. Анаң кезінде саған қандай мейірімділікпен қараса, енді сен мейірімділікпен қара. Кезінде білмегенді қалай үйреткен болса, енді сен үйрет. Кезінде қателіктеріне кешірмен қараған болса, енді сен кешір.
осы күнге шейін бағып өсірген болса, енді сен оны өлгенше бақ.